Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Украинадағы Чернобыль атом электростанциясында 1986 жылдың сәуір айында АЭС-тің 4-ші энергоблогында апат орын алды. 86 жылдың қараша айына дейін апатқа ұшыраған блок залалсыздандырып оғашталды. Апатты залалсыздандыруға Қазақстанның азаматтары да барды. Солардың қатарында, яғни бүгінде Чернобыль ардагерлері атанған Мейрамбек Жұмаділов пен Мұрат Сәбитов те бар. Бүгінгі студиямыздың қонақтары осы адамдар. Қош келдіңіздер жалпы. Бүгін енді бүкіл дүние жүзінде, Европа деп айтымыз, Азияда жалпы енді барлық елге бірқатар залал келді ғой, зиян келді, оның зияны бүгінде халық бірқатар азаматтар көруде. Жалпы енді Мейрамбек аға тоқталып өтсеңіз, өзіңіз қалай бардыңыз? Жағдай қандай болды ол жақта? Повестка, министерство обороны повестка берді. Сол 1-2 күнде жиналып, соған алып кетті жұмысқа. Жұмыс әртүрлі салада болды, мысалы, біздің Қазақстандан барған кісілер, врачтар болды, сосын инженерлер болды, жай қарапайым каменщик, стропильщик деген секілді, механизатор деген. Сондай жұмыстарды атқардық біз. Өзіміздің жұмысымызды біз берген бағытпенен жұмыс істедік. Бұйрық деген онда бұйрық болады. Бұйрықпен ғана жұмыс істейсің, мен анда барам, онда барам деген сөз жоқ. Онда қайда жібереді, сол жерде жұмыс істейді. Бірақ біздің елдің жігіттері ешкімді неткен жоқ. Жақсы жұмыс істеді, атқарды өздерінің қызметтерін. Барлық Европалардың несіне зиян келтірмеуіне Совет үкіметі өзінше үлесін қосты. Біздің Республика Қазақстанда сонда болды. Жалпы енді Мұрат аға, сізге сөз берсек, сіз өзіңіз қалай бардыңыз ол кезде? Өзіңіздің енді көзбен көргеніңіз айта өтсеңіз жалпы. Біз енді бұл кісілерге қарағанда срочный служба дейді ғой, солдат болып бардық. Сол Украинаның Харьков қаласына 74-54 полкына шақырылғанбыз. Сол кезде өзіміздің қызметімізді әскерден бастадық. Содан қазір ұмытып отырмын, біраз уақыттан кейін сол Кеңес одағының солақай саясаты ғой енді. Бәріміз сол Чернобыль апатына қатысатын жерге бір жерге лагерь жасап, сол жерге жан-жақтан бүкіл Совет одағынан жинап, сосын Чернобыльда Полесский деген жерге барып тоқтадық. Сосын сол жерде енді 8 ай 30 шақырымдық периметрде қызмет жасадық. Чернобыльдің басына апарады, маңайды күзету, сонда болдық. Бұл уақытта сонда сіздердің барған кезеңдеріңіз ол жерде тазалау жұмыстары жүргізіліп жатты, залалсыздандыру? Жалпы енді залалсыздандыру сол апат болғаннан кейін сәуір айдан реактордың басында қарашаға дейін 7 айға созылған негізі. Мысалы, реакторда жарылыс болғанда оның төбесін 1000 тоннадай темір ғой, металл конструкция, соның бәрі көкке ұшып кеткен. Анадан шыққан жалынның 300 метрге дейін созылған. Ол өзі суреттерде бар өзі. 140 000 тонна радиациялық отын сол аспанға тарап кеткен ғой сол мезгілде. Көрдіңіздер ме? Яғни сол жерде сіздер жұмыс атқардыңыздар, жаңағы Мейрамбек аға айтпақшы, бұл жерде енді түрлі елдерден жиналған, енді кеңестік үкіметтен жиналған слесарь да бар, түрлі енді сала мамандары, тракторшы да бар оның ішінде. Өзіңіз айтып өтіңізші енді, бардыңыздар, содан кейін қандай жұмыстар атқардыңыздар? Мысалы, мен өзім строитель болдым, құрылысшы, құрылысшы. Біздердің арамызда құрылысшылар сол өздерінің жұмыстарын атқарды, восстановительный жұмыстар болды. Қалыпқа келтіру жұмыстар. Оны қатынасы үшін әртүрлі салада комиссия бар, штукатура бар, электрика бар, инженер бар, сол мамандар өздерінің жұмыстарын атқарды. Бірақ таңатпен тұрады, мысалы таңатан, оның режим бар. Сол режиммен жұмыс істедік. Енді бүгінгі күнде енді көбі адамдар қайтып кетті, қазір көбі жоқ. 32 000 Қазақстаннан болатын болса, қазіргі күнде бұл статистика бойынша 5,5 мыңдай адам бар еді осы Қазақстан Республикасында. Біздің Павлодарда қалада 172 адам. Павлодар облысында 300 адамдай бар деген статистика бар сондай. Сондай статистика бар. Біздің 1999 жылы ұйым құрылды. Үкіметтік емес ұйым деген енді. НПО дейді ғой, НПО. Сондай ұйымға жиналыс болды. Жиналыс болғанда 3 адамдай қатысты.
төрағалық, бірінші төрағалық болуға. Соның арасында біз партийный жұмыста істеген, комсомолда көп жылдар жұмыс істеген Деймут Виктор Георгиевичті председатель қылып сайладық. Бүгінгі дейін сол жұмыс істеп жатырмыз, әлі де атқарып, бізге сондай анда-санда семинар дейді, тренинг дейді, баяғыда енді собрание демейді ғой енді. Біз бәрі үйреніп қойған собрание, енді тренингі, семинарий разные проводит. Соның барлығына қатысамыз. Содан сол салада бізге жұмыстар береді әртүрлі. Бірақ адамдар арамызда мамандар, жаңа айтып кеттім, мамандар әртүрлі. Врачтарға, мысалы, біз департамент образованияға барып, мысалы, какие-то вопростарды шешеміз өзіміз сұрақтарымызды. Образованияға барып, департамент образования, ішкі істер саясаттарымен жұмыс істейміз. Сосын сондай саясаттарға біздің төрағамыз сондай немен жазып беріп отырады. Енді бүгінгі күнде жұмысымыз, ұйымның жұмысы республикалық деңгейде атқарылып жатыр. Өйткені ол кісіні сосын республикалық председатель болып тағайындады. Енді сондай жұмыстарға өзіміздің үлесімізді қосамыз. Біз енді қарапайым адамдар не істейміз? Комсомолда онша істеген жоқпыз. Бізде баяғыда октябренок болды, одан пионер болды, одан комсомол болды, одан партийнер болды. Бірақ бәрі оны өткен жоқ, ол сатын. Сондықтан біздің үлесіміз сол анда-санда қатысып, бізге берген жұмыстарды өз деңгейімізде шешу мысалы. Негізгі мақсат, сонда сіздердің ұйымның негізгі бағыты бұл қалай? Семинар, тренинг дедіңіз, яғни жастарға айту ғой? Жастарға айту. Патриотизм, воспитание патриотизма, потому что школдарда, мектепте өткізеді, сабақтарды өткізеді, әртүрлі салада. Жаңа айтып отырмын ғой, мұғалімдер бар арамызда, олар айта білетін адамдар болады, көрсете білетін адамдар болады, әртүрлі салада әр адамға жүктеген. Соны жұмыстарды атқарып атамыз, шамамыз келгенше енді. Мысалы, бізге бүгін мүмкін қазақ телевидениене дейді, оған келдік, мысалы, қазақ телевидениене. Енді өзіңіз білесіз ғой, бізде қандай жағдайда болдық, 75 жыл кеңес үкіметінің жағдайда көп сөйлей алмай қаламыз, қосып жіберем бе деп, қосып та жібереміз, мысалы. Енді жаңғырып келе жатыр енді, еліміз енді. Әрине, тәуелсіздік алғалы, әрине. Тәуелсіздігімізге тәу етіп, жаңа ғана 28 жылда. Енді әрине, бұл апат дедік, өзіңіз жалпы сол жерде қанша уақыт болдыңыз, айтыңыз? Мен 3 ай болдым. 3 ай болдым. 3 ай болдым, иә. Енді сыр бере бастадым, мысалы, әртүрлі жағдайда біздің жігіттер көп кетті, оларды шығарып саламыз. Бүгін де сағат 12-де похорон болады бір адамның. Жыл сайын сондай өтіп жатыр. Ал Мұрат аға, сіз өзіңіз қанша уақыт болдыңыз сол жақта? Өзім жалпы военный билетте енді 8 ай деп жазылған. Негізі бір айға көп болған. Жақсы, иә. Жалпы енді осы Чернобыль апатын өздеріңіз көрдіңіздер, өз көздеріңізбен. Бүгінгі таңда енді әлеуметтік желілерден көріп жатырмыз. Жалпы ол жаққа туристер қаптап қаулап жүр екен. Өздеріңіздің ойларыңыз бұл қаншалықты дұрыс? Иә, ол менің ойымша денсаулыққа да зиян тигізеді, ауа бар дегенде, топырақ бар дегенде, енді өз жеке ойларыңызды айта өтсеңіз. Енді оны біз кітаптың сала бойынша 3 жыл, 4 жыл адам баласының аяғы бармау керек дейді. Мысалы, солай бір жағдайларда. Біз енді оны технический специалисттер бар ғой. Научные работники, доктора, профессоры. Солардың айтуы бойынша ол жерге баруға болмайды, мысалы. Бірақ адамдар экстремалға өтеді. Сондай жерлерге барғысы келеді, көргісі келеді деген секілді. Енді ол адамдарға тыйым жоқ қой. Әрине. Қымбатты көрермендер, рәсім бейне баяннан кейін біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде Чернобыль ардагерлері келіп отыр, Мейрамбек Жұмаділов және Мұрат Сәбитов. Сұхбатымызды жалғастырсақ жалпы, сол аймаққа оралсақ деймін ба, яғни жаңа ғана мені айтып өттім, мен әлеуметтік желіде оқып қалған едім, сіздерді аумаққа кіргізбеген бе, әлде қалай деп. Соған өздеріңіз жеке пікірлеріңіз айтып өтіңіз жалпы. 30 километр деп айтып жатыр. Әрбір салада жұмыс істеді ғой. Мысалы, кейбіреулері на крыше энергоблока были. Не все, конечно, на крыше. Әрине. Ол энергоблокта болған адамдардың көбі қазір жоқ. Ол большие дозы облучения. Содан кейін средняя доза облучения, малымен доза облучения. Сондықтан әрбір ол сатыда бөлінеді. Бірақ көбі кетті о дүниеге деп, мысалы айтып отырмыз. Өйткені 32 мың болатын болса Қазақстанда 5-те бірінші деген цифры өзін айтып тұрған жоқ.
Сондықтан бізде енді қазіргі күнде мүгедектер де бар, арамызда бәріміз бар, бәрі жеткілікті. Өйткені диагноз қояды, диагноз қойғанда ол көрінеді. Проф алады, анау алады, мынау алады деген секілді бізде осы салада қазір үкімет өз жағдайын істеп жатыр. Мысалы, басқа біздің өзімізге елге кіретін болсақ, енді біздің еліміз егеменді елге келсеміз, өзіміздің госпиталіміз бар мысалы. Алматыда және Астанада. Сондықтан сол госпитальге жылына бір рет беріп отырады, бір путевкадан. Жіберіп отырады. Бірақ диагнозға байланысты диагнозға байланысты. Сондай жағдай. Жалпы енді айта кетсек, жаңа ғана біз осыған дейін, бейнебаянға дейін, онда бір туристердің барып жүрген, зерттеу барыстары жүргізіліп жатқан, сол күйінде айта кетсеңіздер, жалпы толықтырсаңыз Мұрат аға. Енді соңғы кездері қай жыл екені уақыты білмей отырмын, есіме түсірмей отырмын. Украинаның рұқсат бергені рас. Оны енді интернет жүйелерінен барлықтарыңыз көріп отырған шығарсыздар. Жалпы ол жердегі жаңағы блоктың астындағы 100 тонна радиация жатқан, ол 100 жылға дейін тарқамайды деген сондай енді әңгіме бар. Енді мен өзім енді ғалым емеспін ғой, білмеймін, бірақ енді сенеміз. Мысалға атомный реактор жарылған кезде жаңағы 140 тонна атын ластады ғой барлық. Ол енді Украина, Белорусияның мемлекетінен шығып, Европаның оңындағы мемлекеттен 145 мың шаршы метр жаулап кеткен. Ол жерде қазіргі күні туристар кіріп жан-жақтан енді мен ойлаймын, енді сол ақша істеу мақсаты шығар деп. Әйтпесе залалсыздырған жерге енді кімнің баруы мүмкін. Керемет. Жалпы және бейнебаян арасында профилактикалық жұмыс туралы айтып өтіңіз. Қызық ақпарат сонымен бөліссеңіз. Профилактикалық біздің өзіміздің чернобыльский аумаққа енгені. Енді ол жерге әлгі алып барады, кіргізеді, сол жерде андай-мындай енді әртүрлі шарада жұмыстар жасайсың. Содан шыққан кездерде жаңағы бір станция тұрады, жаңағы мінген машинаның бәрін сумен шайып жуады радиациядан. Сосын үстіңдегі киімнің бәрін сол жерде қалдырасың, жаңадан киім береді, сосын жаңағы өзіміздің орналасқан ротамызға 30 километр жердегі Полесский деген жерде болдық, сонда қайтатынбыз. Бұған қоса медициналық тексерістен жиі өттіңіздер сол уақытта? Медициналық тексерістен енді сол тұрған частьқа келіп тексеретін, қан тапсырасың, тағы да бір басқадай анализдер алып жатады. Біз білмейміз ғой енді, әйтеуір осыныз керек дегенсің сол тапсырып жүресің енді. Енді мына Чернобыль атом электростанциясы мен мына Семейде орын алған жағдай. Жалпы айта аласыздар ма? Бір қалай салыстырмалы түрде? Салыстырмалы түрде айтуға болады. Біздің Семей полигоны енді бірнеше жылдан, 49 жылдан бастап болды ғой. Біздің Қазақстанның азаматтары көп енді. Сол жерде тұрған жерлерден қаншама. Олар да қазіргі күнде сол тізімде бар. Үкіметтің тізімінде, здравоохранениенің тізімінде және қарастырып, оларға да путевка салып береді біз секілді путевка береді. Өйткені олар қаншама жыл болды, взрывтардың бәрін көрді, олардың взрыв запахы жоқ қой енді. Иісі жоқ, жалғыздар. Соның адамдар қаншама ұрпақтар қандай болғанын білесіздер. Олжас Сүлеймен кезінде көрсетіп жатты Семей полигондарын. Сондықтан Құдай сақтасын, еліміз аман болсын, ондай болмасын жағдай. Енді мынау 20-шы ғасырдағы ең үлкен болған. Жалпы енді әлеуметтік желіде соңғы кездері Алматы қаласында атом электростанциясының салыну мүмкін деген бір болжамдар болды. Сол төңіректе не айта аласыздар жалпы? Бұл енді ол болжам болғанда олар ойлаймын енді үкімет ойлау керек, халықты ойлау керек бірінші. Халықтың жағдайын. Ол халықтың жағдайына зиян болмаса, оның бәрін қарастырып, жақсы деңгейде, жоғары деңгейде істейтін болса, жарайды онда деңгейде. Бірақ оның әрмен қарай қалай жағдай болады, оны өзі мамандар шеше бастайды ғой. Технический маманның бар деген секілді. Бізде енді Қазақстан өзі независимый республика болғаннан кейін өзі осы халық үшін, жер үшін, халық үшін өздері шешеді деп ойлаймын мен. Әрине, жалпы енді бұл өздеріңіздің, сіздердің жеке ойларыңыз, жеке пікірлеріңіз әрине. Рахмет. Бұдан бөлек Чернобыльге оралсақ, жалпы енді біз енді көбінесе қазір әлеуметтік желімен шынымен де жұмыс жасаймыз. Көріп жатырмыз ол жерде жалпы Чернобыль аумағында жабайы аң құстар мекендеп кеткен екен. Осы жайлы не айтасыздар? Сіздердің кездеріңіз енді
болмаған шығар қазіргі таңда. Иә, интернеттен көрсетіп жатыр ғой енді. Қазір сыныптарды көрсетеді, оны жасыра алмайсың. Ақпарат бәрін көрсетеді, оны көріп жатырмыз, біліп жатырмыз. Бірақ енді елімізде ондай болмасын деп ойлаймын. Мына Семипалатинск полигонын жаптық, құдайға шүкір мінекей. Енді біздің адамдар енді денсаулығы мықты болсын. Қазақ елі аман болсын. Рахмет. Иә, бұл енді жұмадағы тілек қой, менің ойымша. Періштенің құлағына шалынар. Рахмет, иә, көптен көп. Жалпы енді сіздерге де көп рахмет, сіздерге де. Рахмет. Иә, бүгін енді осы тақырыпты қозғап, өздеріңіздің енді бастан кешкен оқиғаларыңызды айтып, тілектеріңіз болды бүгінгі. Содан көптен көп рахмет. Әрине, осындай ірі үлкен апаттар жалпы жер жүзінде тек қана Қазақстанда емес, жер бетінде болмасын. Ұрпақ енді болашақ ұрпақ тек қана бақытты күндерді басынан кешсін. Енді сіздерге көптен көп рахмет. Яғни тарихпен бөлісіп жатсыздар. Енді бізге жастарға енді бұл көптен көп сабақ деп айтуға болады.